Ол ритмге де байланысты, өйткені ритм соғып тұрады, ал рэп жанрында ритм өте маңызды бөлік. Және бір жағынан бұл жерде музыка көшеден шыққандықтан ол ешқандай да сүзгіден өтпейді, сол себепті ол адамға соққы сияқты әсер етеді. Жалпы музыка негізінде адамға жан дүниесіне, санасына, миына соққыдай кіріп кету керек. Сенің бүкіл өмірлік тәжірибеңдегі әртүрлі көңіл күйді ұстап қалатын мезетті шабыт деп атайды. Сол шабыт таласында өзіңнің кеңістігіңе кіресің, өзіңнің кішігірім әлеміңді құрастырып бастайсың, сонда сенде жан дүниеңмен диалог басталады. Бұл өте қымбат контакт. Әр адамның ішінде негізі шығармашылыққа деген тума ұмтылысы болады. Әр адам туыла салысымен шығармашыл болып келеді. Бірақ әркім әр салада. Мен мысалы үшін өзімнің шығармашылық потенциалымды рэп арқылы ашу үстіндемін. Мен мәтін жазған кезде бұл әлемнен бөлініп кетемін де, ол жерде кеңістік пен уақыт жоғалады, ол жерде тек қана мен және менің ойларым қалады. Мәтін жазатын алаңда мен өзімді үнемі жеңімпаз сезінемін. Менде ешқандай комплекс жоқ. Айтқым келетін нәрсенің бәрін айтамын. Және сөз мен үшін ол жан дүниенің коды. Сөзді оқисың, түп санаңа кіресің. Бірақ мен бәрін тастап кеткім келген сәттерде өте көп болды. Себебі шығармашылық жолында сенде ішкі де, сыртқы да бөгеттер өте жиі кездеседі. Алайда өзіңді әрдайым жеңген сайын, сен сыртқы бөгеттерге де оңайырақ төтеп бастайсың. Яғни рэп мені күштірек қылды. Оның беретіні жай ғана көңіл күй, шоу-бизнес, тағы да басқа сондай күшті заттар емес. Негізінде оның беретін нәрсесі ол сен өзіңді табу, өзіңе сену, өзіңмен танысу, қоршаған ортаға шынайы өзіңді көрсету. Сол себепті сен бұл сандықты бір ашсаң, ішін мәңгі ақтара бересің. Жауып кете бере алмайсың. Егер өзіңмен жаңадан танысқың келсе, онда рэп әлеміне қош келдің. Әр адамның ішінде шығармашылық ядросы болады, және екінші шығармашылық кейіпкері болады. Егер оны ары қарай дамытып, оған қанат беретін болсаң, ол өзінің шығармашылық потенциалын ашып, бұл өмірдің барлық кереметін сезіне алатын болады. Тек оған мүмкіндік беру керек. Бұл мастер-класс арқылы адам қай салада жүрсе де өзінің шығармашылық потенциалын аша алады. Ол біріншіден ойлау қабілетін өзгерту, екіншіден сөздерге жаңа қырынан қарау, үшіншіден ритмді сезу. Музыкант болып кету міндетті емес, бірақ ол да мүмкін. Сол себепті егер сен әлемге ашық адам болсаң, онда сенің алдында жаңа мүмкіндіктер пайда болады да, әлем де саған ашылады. Шығармашылық деген ол басы да, аяғы да, шегі де жоқ нәрсе. Шығармашылық потенциалын ашып алған адамды бұл өмірде ештеңе тоқтата алмайды. Өйткені ол тығырыққа тірелген жағдайдың өзінде де кез келген уақытта, кез келген жерде өзіне керек нәрсесін шығарып ала алады. Жалпы бұл курста мәтін жазуды, мәтін арқылы өзіңнің ойыңды жеткізуді, сөзбен ойнауды және ритмнің түр-түрін үйренетін боламыз. Адамға өзіңнің даусың арқылы өзіңнің көңіл күйіңді жеткізіп, және міндетті түрде ән жазуды игеретін боламыз. Біріншіден, адам өзі ізденісте болса жақсы. Ал эмоционалдық тұрғыдан қандай көңіл күйді кешіп жүрсең де бәрібір. Бүкіл әлемді жек көріп, бәріне жынданып жүрсең де болады, керісінше бәрін жақсы көріп, бүкіл әлемге ашық болсаң да болады. Ол жерде маңызы жоқ, ең бастысы өзіңді жеңіл сезіну. Екіншіден, сыртқы факторлар саған әсер етпеу керек, сағатқа қарамауың керек, және ойың бөлінбеу қажет. Сенің фокусың қай жерде, сол жерде сенің энергияң жатады. Ал энергияң бар жерде сенің шығармашылығың пайда болады. Маған ең керек нәрсе сен осы жерде, осы сәтте болғаның, ештеңені ауырлатпағаның және ештеңе күтпегенің. Себебі адам бірдеңе күтетін болса, ол күткеніне байланысты салыстырулар басталады. Ал бұл нәрсені тек сен сезіне аласың, ал мен жай ғана жол көрсетемін.